Армысыздар, тыңдарман. Менің YouTube арнамды қолдап, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдап, достарыңызбен бөлісіп, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Пойызға отырды. Жолаушы көршілерім орындарына жайғасып жатыр. Әлі 2 орын бос. Міне, олардың да иелері келді. Бірі бойы тым пәкене, иығы қушиыңқыраған, реңі әжептәуір, қой көзі ойнақшыған, жүзі жылы, шашы тықыр, жас шамасы 40-тан едәуір асқан жігіт. Екіншісі ұзын бойлы, мойны жуан, иықты, аяқ-қолы балғыдай, ұзын етек көйлек киген, басына қызғылт сары жылтырақты орамал таққан, сығырайыңқыраған қара көзді, жалпая біткен мұрны, дөңгелек жүзіне жарасыңқы, маңдайы кең, сыртқы пошымы егер ерекше киінсе ер азаматқа ұқсап қалары даусыз. Жасы әлгі жігітпен қарайлас қарапайым келіншек. Бойларына қарап ерлі-зайыптыға ұқсатпадым. Бұлардың сөмкелерін көтерісіп, шығарып салуға келген бойлары теректей, жауырындары қақпақтай 2 бозбала олармен құшақтаса қоштасты да, бізге де сәтті сапар тілеп шығып кетті. Жайғасып болған соң, өзара жай жапса сұрастық. Менің бастапқы жорамалым дұрыс болмады. Әлгі тапал жігітпен ірі денелі келіншек ерлі зайыпты екен. Сол арада бойларының айырмашылығы ерекше, ерлі зайыптының қалай қосылғандығы туралы сұрақ қызығушылығымды тудырмай қоймады. Ойымыз соған бөліне берді. Салған жерден тиісті сауалды көлденең тарта қоюға болады, бірақ жігіттің намысына тиіп кету қаупі ерік бермеді. Сөйтіп отырғанымызда мәселе өздігінен шешіле сала берді. Сапарлас тәпелдек жігіт сөзшең, әзіл қалжыңға қара жаяу емес екен. Әлдене деп өзін жеңіл қағытпақ болған. Бізбен қатар жайғасқан көрші жігітті сөзбен түйреп, адымын аштырмай тастады да, іле орақта келіп, өзінің қалай үйленгені туралы әңгімені бастап жіберді. Ұзынды қысқалы келіншегіміз екеуміздің қалай үйленгеніміз туралы сұрақ біз барған бейтаныс жаңа ортада жұрттың көмейін тесіп жібере жаздайды. Мұны мен бірден сезе қоямын да, ол байғұстарға жаным ашып, әңгіме ауанын аудара келіп, әлгі сұрақтың жауабын беремін, деді де күле отырып. Міне, қазір осы жерде мен үшін әйгілі сауалдың жауабын алсақ деген зәрулік іштеріңізге сыймай бара жатыр. Жә, айтып берейін. Маған әбден жаттанды болып қалған ғой бұл. Жігіт әңгімені келістіре түрлендіре айтқанда разы боласың. Келіншегі күйеуінің сөзін жымиып қойып, үнсіз тыңдап отыра береді екен. Күйгенде бойдың қателігінен күйдік. Отбасымызда қала берді, бүкіл әулетімізде бойы ортадан жоғары ешкім жоқ. Бұрында болмаған деседі. Орта бойлы болудың өзі де жақсы, бірақ бұл шамадағыларда біздің әулетте сирек. Бойдың келте болғанына анау айтты кемдік көрмейсің, дегенмен аздап торықпай қоймайсың, мазаланасың. Әскерге алынбадым. Құрбы-құрдастың кекету мұқатуын да аз естімедім. Отау құратын жасқа жеттік. Үйлену қажеттігін жиі еске салатын жеңгелерім, ананың қызы жақсы, мынаның қызы жақсы дегенді айтып, жол сілтейді. Бұлардың барлығының бойлары орта, не ортадан төмен. Жанкүйерлерінің талғамына кінә қоя алмаймын. Қайтсын, қыз таңдағанда көңіліме қарап, менің бой шамамды есепке алмасқа лаждары жоқ қой. Бірақ олар бойым пәс болғанымен арманым биік, ойым өзгеше екенін, талғамым басқа екенін білмейтін. Шындап жар таңдау шаруасы жүректі мазалай бастағалы, қалайда бойы биік, еңселі қызға үйленемін, деп өзді-өзіме қойған шартымды ешкімге айта қоймағанмын. Бұл ой маған ұрпағымды ойлағандықтан туындаған еді. Өйткені тең-теңмен, тезек қабымен деген сөз қанша жерден ектесе де,
алып анадан ұғымы санамды байлап матап, өз деңгейіне көндіріп алған. Балаларым ірі денелі болуы керек. Осы үшін күресуім керек. Сол үшін денелі бойшаң қызға қол созу шарт. Тоқтам осы. Болашақ серігімді табудағы басты өлшемдердің ішіндегі ең маңыздыларының бірі әйелінің бойы ұзын, еңселі болуы. Осы ойымды іске асыруға барынша кірістім. Жол болар емес. Бір күні мынаны, жанында отырған әйелін нұсқап, көрші ауылда өткен тойда көрдім. Барлық қызық дәл сол сәтте басталды. Бойы биіктерге қалай көрінетінін білмеймін. Мен сияқты пәкенелер үшін бейне бір алып дерсің. Денесі ірі, бей үстінде қасына тақап барып, бой салыстырып қарасам мәссаған. Басым иығына әзер жетеді. Вәлске шақыру түгілі, бір алаңдаған жай биге тарту ыңғайсыз. Күлкіге қаласың. Би кезінде айналсоқтап жүріп реңін көрдім. Әп-әдемі-ақ. Мұрны жалпақтау демесең, бет жүзінде селтиіп, кертиіп тұрған ештеңе жоқ. Бір мұрынның жағдайы ештеңе етпес. Тойдан кейін әлгі алып қыз естен кетсеші. Өзімнен аздап ірілеу, бойшаңдау болса, сол да жетеді деп жүрген шақшадай басымда, тойдасты кездескен ірі қыз шарадай етті. Жар таңдау талабы күшейді. Бұған дейін көз тігіп, сөз салып күндіре алмай жүрген бойшаң бойжеткендерге көңіл шаппай қалды. Ақыры, дене бітімі ірісін іздеген екенсің. Ана мынау демей, тойда кездескен алып тал, деген ішкі ойым жүрекке қадалып тұрып алды. Содан бар күшімді мына келімшегімді қолға түсіруге жұмсауға кірістім. Аз айт, көп айт, бұл мақсатқа жету үшін не істемедім. Қармақта салдым, құрықта создым, қақпанда құрдым, шалмада лақтырдым, қалбырауда дайындадым. Ештеңе шықпады. Бар кедергі менің шағындығым. Қыздың ірілігі. Қыздың айтуынша екеуміз қосылсақ, қатар жүру ұят. Ерсі, ыңғайсыз, біртүрлі болады екен. Жұрттың күлкісіне қалатын көрінеміз. Бұған мен көнемін бе? Қыз жанына жолатпайды, менсінбейді. Араға салған адамдарға жөнді жауап бермейді. Бұл қадамымды естіген жақындарымның барлығы қолдады. Райымнан қайтарғысы келгендерге құлақ аспадым. Алып қыз мен үшін алынбас қамалға айналды. Тығырыққа тірелдім. Енді қайттым. Басым қатты. Ретін келтіріп, жолдас жігіттердің көмегімен басып алып қашу ойға келгенмен батылдық жетпеді. Не өзің мертиесің, не сотталып кетуің мүмкін. Қош, сонымен. Бір күні бар сырымды білетін сыныптасым үйге келді. Көзі жайнап тұр. Бүгін аудан орталығында ғашығыңды көрдім. Біраз әңгімелестік. Жолың болып тұр. Мә, мынаны оқы, деп бір парақ бүктеулі қағазды қолыма ұстатты. Қағазда: ұрпағының қамын ойлаған адам жаман болмас. Ойыңнан айнып қалмасаң, құда түсіп сырға тағып алып кет, деп жазылыпты. Көңілім жадырап сала берді. Құдайдың кеңшілігі ғой бұл. Үйлендік, жарасымды жұп болдық. Кекеткен де, келемеж деген де табылды. Бірақ оның бәрі артта қалды. Қазір ел жұрт ағайын қызыға қарайды. Жар іздеудегі еңбегім жанды. Санасы сау, армандары да, еңселері де биік, ұл да, қыз да сүйдім. Құдай қолдап, деді жігіт көзі жайнап мақтаныш сезіммен. Беріле тыңдап отырған жанымдағы кісі әңгіме аяқталғанда: міне, бұл нағыз революция, деді аса аразы көңілмен. Сол сәтте менің көз алдымнан әлгі ерлі зайыптыны шығарып салған, бойлары теректей, жауырындары қақпақтай екі бозбала кетпей қойды.